Ассалаумағалейкум көпшілік. Ассалаумағалейкум мына облыс басшысы, мына аудан әкімі. Мынау есіңізде болса, кішкене қаттырақ айтсаңыз жақындап. Былтыр мынау Дархан Сатыбалы облыстың әкімі болып тұрған кезде, мына кәсіпкерлермен кездескенде сізге сұрақ қойған едік. Мынау Отырар ауданының халқының атынан қазір 51 мың халық бар, 250 мың тұрғын келеді деп жатыр туристер, 6500 үлкен кіші кәсіпкерлер бар болып жатыр осы жерде. Сол кезде де өтініш айтқан едік, мынау біздің ауданымызға бір Каспий бөлімшесі болмаса бір терминал ашып берсеңіз деп. Қазір бұл өте қиын жағдайда, арзымайтын нәрсеге бұл Түркістанға барып келеді адамдар да. Дұрыс айтасыз, бұл мәселені біз банкқа көтерген болатынбыз. Банк уәдесін берген, бірақ ол кішкене қаржы талап етеді. Бірақ жақын арада ашамыз деп ол уәдесін берген. Бірінші жартыжылдықта ашамыз деген. Аудан әкімі хат жіберді, сол хатқа әлі бері қарап сұраныс та жоқ. Оны Каспий банкпен де сөйлестік, басқа Халық банкпен де сөйлестік. Олар қарап береміз деді. Жартыжылдықта өйткені ол қаржы талап етеді. Рахмет сізге.